жеті элемент дейді. Ол цианид деген улы зат деп жатыр. Оны интернеттен бәрі оқып отыр, біліп отыр. Енді бізде таулы жер болғаннан кейін, міне күршімде 30 сантиметр жауса, бізде таулы аймақта 1 метр, 2 метр қар жауады. Тура сол секілді жаңбырда жауады. Артығымен жауады. Бізде жаңбыр жауғанда, құйын болып жауған жаңбырды өте қатты жауады. Таулардан аққан суды ешкім, мына осы дом культураның алдынан 67-68 жылдары мен 4 класс оқып жүргенде мына осы арадан су аққан. Көрдіңіз бе қандай природа? Ал енді олар дамбы саламыз дейді. Дамбы тура желкемізде биік. Біз таулы аймақта тұрмыз. Биік жерде олар желкемізден енді дамбы саламыз дейді. Сол дамбыны салып алып фабрикадан, содан кейін жан жақтан міне текеңнен бәрі көпір жоқ ана жерден су таяз болғанда енді жол салып, сол рудалардың бәрін, топырақтың бәрін тасып, енді бұл технологиясы ең ақырғы технология екен. Бұлайша айтқанда варварский метод қой сонда. Техниканың қуаты күшті қатыр. Бір ғалым айтып өтті, дайте мне опору, я весь земной шар переверну деген. Міне опоралары осы гидравликаның күшімен осы таудың бәрін қопармақшы. Сонда біздің су қайда қалады? Су қоры. Яғни барлық жерде айтады, Астанада уже су жетіспей жатыр. Бізде Қазақстан бойынша Алматыда ғана су мол екен. Өйткені ол Алатаудың басында тұр. А бізде сол тура Алатау секілді әне қарымыз жатыр. Бізде судың қоры. Онан кейін бізде қаншама қызыл кітапқа енген өсімдіктер бар. Рауғаш дейді, ревен дейді орысша. Мойыл дейді, черемуха дейді, қарақат дейді, кислица дейді. Онан кейін кітапқа енген қызыл аңдар бар. Ол аю, ол борсық, суыр дейді. Енді осының бәрі құртып жатыр. Олар даже плодородный почваның өзін жоқ қылып жатыр. Плодородный почва неше жылдан кейін барып құрылады ол. Бәленбай 100 жыл керек. Ол шіренді. Енді біздің қарсылығымыз осы болып тұр. Екі өзенді бұлғайды бұлар. Ал өзен қазір алтынмен тең. Сонда жалпы бұндай нысан керек емес деп керек емес. Жүгіріп жүрген жан айқайымыз, жеріміз үшін суымыз деп жүрген ер азаматтарымызды бір-бірі деп күршінге прокуратураға шақыртып, әкімшілікке шақыртып, қоқан лоқы көрсетіп, қорқытып жатыр. Сол жағына жоғарғы мына отырған министрда отырған депутат мырзаларға, сонда ана халқының, елдің құқығымыз қайда біздің? Біз экология үшін, жер үшін, су үшін жүгіріп жүрміз. Біз үкіметке қарсы емеспіз. Маралды Голд компаниясына қарсымыз. Жерімізден, елімізден кетсін деуге қарсымыз. Соны жеткізсеңіздер, бұрмаламай, тура нақты. Осын бізге зерттеп бердіңіздер, ең жоғарыда құрылтайшысы кім екен? Оны білмейді екен. 10 жылға арендаға алыпты дейді жерді. А құрылтайшысы ана бастығы. Жасырын түрде секретный дейді. Әлде осының құрылтайшысы Даниял Ахметовтың өзі екен деген ой береді. Сендерді жіберіп отырғанда сол ма мүмкін? Енді ойымыз сол, қарсымыз басқа енді. Барлығы айтылған секілді енді осыны жеткіземіз. Уран шыққаннан кейін тоқтатқан екен бір кезде. Жердің бетінен қашып еді сол уран шықты. Ана жаққа лақтырамыз дайындарын. Енді бұлар одан кейін ана қол қойдырып алғанда Біреуінің корочкасы свежий подозрительный дейді. сол қарсы емес деп арендаға жерді қалай тез алып алған өздері. Свежий связь. Онда біз қатысымыз деп отырған, соны жинасқа қатысты деп қол қойыңдар деген ғой. Онда мен қатысқым жоқ. Қатысқандар бар. Қойдырып апты да сол неме қылып жасап, әшейін халық за деп. Ол шапкысын өзгертіп жүрген. Онда былай болған, Жалатардың өзінің компанияның кісілері келіп, слушание мынаны жобасын түсіндіру жайында жиналыс өткізген. Сол кезде біз жиналысқа барамыз ғой. Жиналысқа барғанда менің аты жөнім жазып алады да қол қойғызып. Бізге былай түсіндірді. Сендер қазір аты жөніңді жазып қол қойдырмасаңдар, жаңа ғана ұсыныс айтасың ғой жиналысқа. Сол кезде қабылданбай қояды. Ал олар жаңағы қолымызды қарсы емеспіз деп тұрып қалды. Көрдіңіздер ме? Ал біз фабрика салуға қарсы емеспіз деп қол қойған, өздері сөйтіп бұрмалап алған. Бізде бірде бір адам
қарсы емеспіз деп ол ондай әңгіме болған жоқ. Халықтың өзі Канадада, Австралияда әкімнің не бұл жерде, например, тура осындай методта радиус 300 километр болу керек та. Не болмау керек. тұрмаймын осы Енді бұл жерде бізде 1 километр артына сыймайды. Одан кейін бұл өзі Қытайдан шыққан метод, Қытайдың өзі бұдан бас тартқан. Потому что зияны өте көп болғаннан кейін Қытайдың өзі бас тартқан методты енді бізге әкеліп тура жеткен 1 километр болмайтын жерге әкеліп толтыртқаны ақылға сыймайды деп есептейміз. Оған біз қарсымыз қалдық. Қарсымыз. қай жерден келген Білмедім жоқ. Почти жоқ. Уже бастап шығып кетті адам. Мына жақтан иә ауыл көшіп кетсе де мысалы екі өзен осы жақтағы ең таза өзендер осы күршім районы 100%-ке пользоваться осы суды 100%. Обязательно. Енді оларды білмеймін енді оның маңайында қанша население бар ана су жағасы күршімге дейін ғана 100 километр ғой соғысқа дейін қанша олар қолданады осы өзен шабындығына ақшаға огородтарға түгел қолданады ғой енді даже Маралиханы санамағанда төмен жақтында қанша ел осы нетіп отыр. Это, кстати, как ты видишь. Қандай неден қай канал, қай не? Атайневстегі сайт бар ғой, аты жөндеріңізді айтпадыңыздар отырған су керек еді. Біраз ғана Қай жағымен шықтыңыздар? Николаймен шықтыңдар, ойлап қой, сол дұрыс па? Жақын ауылға құлағай тұр. Бізде оғанда иә. Міне осы жерден Лайнан есептеп алғанда 2-де 8-ге сондай екен. Резкий бізде жаңбыр жауғанда іштей желкемізде тұр. Ана қараөткел деген кішкене ғана бұлақ қой жаңағы. Алматыдан келдім осы ауылдағы жағдай болып жатқан мына заводтардың несімен. Ол мына ауылды ғана емес, мұқым Күршім районын ары кетіп облысқа шейін кететін жағдай болып тұр да, бұл жерге салынып қойса. Сен деген пәленмен ол сам патент дешевый метод екен. Онымен Күршім районы облыс Россияға шейін кететін және. Оны салдыруға мүлдем болмайды, салдырмаймыз да және. Мүлдем категория салынбайды ол завод. Канадада, Австралияда әкімнің не бұл жерде, например, тура осындай методта радиус 300 километр болу керек та. Не болмау керек. тұрмаймын осы Енді бұл жерде бізде 1 километр артына сыймайды. Одан кейін бұл өзі Қытайдан шыққан метод, Қытайдың өзі бұдан бас тартқан. Потому что зияны өте көп болғаннан кейін Қытайдың өзі бас тартқан методты енді бізге әкеліп тура жеткен 1 километр болмайтын жерге әкеліп толтыртқаны ақылға сыймайды деп есептейміз. Оған біз қарсымыз қалдық. Қарсымыз. қай жерден келген Білмедім жоқ. Почти жоқ. Уже бастап шығып кетті адам. Мына жақтан иә ауыл көшіп кетсе де мысалы екі өзен осы жақтағы ең таза өзендер осы Күршім районы 100%-ке пользоваться осы суды 100%. Обязательно. Енді оларды білмеймін енді оның маңайында қанша население бар ана су жағасы күршімге дейін ғана 100 километр ғой соғысқа дейін қанша олар қолданады осы өзен шабындығына
ақшаға огородтарда түгел қолданады ғой. Енді даже Маралиханы санамағанда төмен жақтында қанша ел осы нетіп отыр. Дирекция как жүрміз. Қай канал, қай не? Алтай Ньюстегі сайт бар ғой, Алтай Ньюс. Аты жөндеріңізді айтпадыңыздар. Отырғызу керек еді. Біраз ғана жоқ. Қай жағымен шықтыңыздар? Николаймен шықтыңдар, естігіне, ойлап қой, сол дұрыс па, жақын, ауылға құлағай тұр. Бізде қарсы оғанда ел, міне, осы жерден Лайнан есептеп екіде 800-ге сондай екен. Беске бізде жаңбыр жауғанда іштей жекемізде тұр. Ана қараөткел деген кішкене ғана бұлақ қой жаңағы. Міне біз шеттен келіп нетіп жүрміз. Мен осы арада міне осы арада кәсібіміз бар. Осы арада бүкіл еліміз үйіміз бар. Міне халықтар ешкім нетіп отырған жоқ. Осы ертеңнен жүгіріп жүрміз бәріміз. Үшінші жерге ертең осы арада халықпен кездесіп көрсін. Ол неше жыл болды осы? 11 рет болды, иә? 11 рет болды. Хат жаздық. Ертең Ахмет келсін деп. Сол талабымызбен біз тұрмыз. Келсін өзі қарасын, көзі қарасын. Басқа ешқандай неміз жоқ. Біз бұлай қарасақ экология министрдің қамшысын соғып жүрміз. Экология министрге де барамыз. Осында барамыз. Астанада мен олар айғайламайды, біз айғайлаймыз. Сонда ол экология министріне бересіз. Ешқандай мына жерде неше түрлі көзқарастар айтып жатыр. Біз шеттен арандатып жүріп халық қарсы емес. Міне осы айтсын өздері. Қалай? Фабрика қалай сіздер? Мен біз ешкім етіп жүрген жоқ. Нарда мен ешқандай интересіміз жоқ. Біз осы арада осыны тоқтатып, табиғатымыз ертең болашаққа ұрпағымызға қалсын. Сол ғана біздің неміз. Талабымыз басқа ештеңе жоқ. Енді жұмыспен қамтимыз дейді. Әркім өзі күн көріп жүр. Енді жұмыс дегенде жарайды жұмыс болсын. Бірақ мынандай зиян немен зиян оған жол бермейміз. Солай ғой? Мұндайға жол бермейміз. Сол айтатын, иә. Жол бермейміз. Жоқ, енді басқадай жарайды енді. Басқадай тәсілмен істеймін деп. Мыналар істеп тұрған ба кәдімгі хайуандық. Барып үстіне көрдіңдер ме? Бардыңдар, иә? Астынан бардыңдар ма? Астынан да шақтың көруге болады. Астынан да көріп, қандай немен. Бұл кезінде бұны жауып тастаған. Алтын жоқ болған ба? Бұл шақтылы етіп болған. 60 жылдарға ма, 50 жылдарға істеген. 20 жылға 30 жылға. Одан кейін өзі алтын жоқ болды. Сонда ауру қаптады, менің шешем де рактан кетті. Осы больницаның докторының шешесі де рактан кеткен. Мен мына жоғары көшеде тұрдым, 10 шақты кісі кетті. Мен шешем де рактан кетті. 66 жасында, мен қазір 65-темін. Өлім келе ме? 4 жылдан кейін бе? Жаспын. Жауып тастады. Кетіп қалды. Енді мына істеге тұрған ең арзан тәсіл. Ең арзан тәсіл. Олар мысалы оны шақты мен ашайық десек де еще бір ақылға сүймей күн етеміз. Олар енді оған шығын керек, дополнительный специалист. Мына төбесін қопарып, тіпті қопарып алып, анау жаққа бір 10-20 шақырым жерге барып істейік. Тура орда шығын жоқ. Тура фабрика салды. Анандай таудың үстіне сап ол жерден бүкіл ана жол біздің өзіміздің ауылдан шыққан маман бар. Сапқожа Бақытжан деген осы жерде 25 жыл істеген. Сол азамат кәдімгі өзі бәрін осы біліп беріп, ол өзі осыны ести сап жүгіріп келіп жүр. Неше келді осында. Айттым мына жерге барсаң ертең экология апат болады деп тұр. Сондай не болады, бұны тоқтату керек деп. Хат жаздық, ертең Ахмет келсін деп. Сол талабымызбен біз тұрмыз. Келсін өзі қарасын, көзі қарасын. Басқа ешқандай неміз жоқ. Біз бұлай қарасақ экология министрдің қамшысын соғып жүрміз. Экология министрге де барамыз. Осында барамыз. Астанада мен олар айғайламайды, біз айғайлаймыз. Сонда ол экология министріне бересіз. Ешқандай мына жерде неше түрлі көзқарастар айтып жатыр. Біз шеттен арандатып жүріп халық қарсы емес. Міне осы айтсын өздері. Қалай? Фабрика қалай сіздер? Біз ешкім етіп жүрген жоқ. Нарда мен ешқандай интересіміз жоқ. Біз осы арада